Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қара өріктен, яғни сливадан джем дайындаймыз. Ең алдымен тазалап жуылып, дәнінен ажыратылған қара өрікті осылай ыдысқа салып, қақпағын жауып, отқа қоямыз. Түбі күйіп кетпес үшін жиі-жиі араластырып тұрамыз. Он 15 минут өткеннен кейін қара өріктер осылай суы шығып жұмсара бастайды. Сол кезде оттан алып, блендермен езіп шығамыз. Егер блендер болмаса, ет тартқыштан өткізуге де болады. Одан кейін қант салып, жақсылап араластырамыз. Мен 4 кг сливаға 2 кг қант қостым. Одан кейін отқа қойып қайнатып бастаймыз. Көбігін міндетті түрде аламыз. Джемді 20 минуттан кем қайнатпаймыз. Менде 30 минуттай қайнады. Енді дайын болғанын тексеру үшін тарелкаға осылай бір тамшы тамызып, суытып, осылай көреміз. Сонда жан-жағына ағып кетпеу керек. Дайын болған джемді стерилдеген банкілерге құйып, жылы жерге орап қоямыз. Осымен джем дайын. Түсі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.